6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жер ғаламшары пайда болған күннен бастап, әлемнің даму тарихы бастау алды. Алдымен адам баласы жаратылып, бұл адамзат ой мен сананың негізі болды. Әлгі ойлар ғалам мәдениетінің әлқиссасына айналып, жаратушы сол өркениет ошақтарын жұлдызды таңбамен белгілеп қойыпты. Бұл мекендер әлемнің өзгеруіне үлкен септігін тигізіп, өз алдына шоқтығы биік, ғажап мәдениетімен ерекшеленіпті. Біздің заманымыздың 9-10 ғасырында әлем елдерін көркем мәдениетімен аузына қаратқан жұлдызды мекендер кемде-кем деседі. Мәселен, Петен өзенінің бойында майя халқы Тикаль қаласын тұрғызған екенді. Майялықтар өте сырлы халық болған екен. Олар өздеріне от пен жалынды бағындырып, оларды басқарған екен. Әлемнің келесі бұрышында Ніл өзенінің бойынан араб халқы Каир қаласын тұрғызған. Олар бар әлемге өзінің сауда-саттығымен мәшһүр болған десек. Сол заманда барлық керек-жарақ, құрал-сайман бәрі осы қаладан табылса керек. Хош келдіңіздер. Ал Эгей теңізінің жағасында тылсым аңыздар мекенінде Афина қаласы бой көтеріп, грек халқы әлемге өнер атты ғажап дүниені таныстырды. Сөйткен Афина ғалам театр өнерінің астанасына айналды. Немей Клеон, Арголиттің мазасын кетірген жауыз арыстан Геракл батыр сенің сазайынды береді. Геракл! Бұл мекеннен атақты Эсхил, Софокл, Аристофан сияқты ұлылар шыққан. Ұзын құлақтан естуімше, кино да осы қаладан шыққан деседі. Өтірік айтады, мен ондай нәрсе айтқан жоқпын. Ал таяу шығыста Тигр өзенінің бойында ғылым мен білімнің ошағына айналған Бағдат қаласы бой көтерді. Бұл мекенде дау-дамайлар өте көп болған көрінеді. Десе де, ол ұрыс-керістер дүние үшін, жер үшін емес, ғылым мен білім үшін болған екенді. Жер төртбұрышты болады. Жер домалақ болады. Төртбұрышты. Ол сенің басың төртбұрышты. Мә онда. Ал Азияның шығысында біз үшін сыра әлі де ашылмаған. Десе де от шашулары көздің жауын алатын Шаңан қаласы бой көтерді. Дәл осы жылдары Сырдария өзенінің бойында, Түркі даласында батырлар мекеніне айналған Отырар қаласы өркендеп жатты. Бұл кезеңде Отырардың нақты атауы Фараб қаласы болған. Фарабтың батырлары жауына үрей туғызатын ерекше рухқа ие, бойларында күші тасыған еңгезердей алып болған екен. Фараб қаласы Түркі даласының жауһар кіндігіне айналды. Себебі бұл қаладан әлемді аузына қаратқан көптеген ғұлама ғалымдар шыққан. Олардың ғылыми еңбектеріне ел сүйсінетін болыпты. Олар Түркі даласына жаңа леп әкелді. Дей тұрғанмен бұлардан да асқан бір ғалым болыпты. Кім ол? Оның шоқтығы бәрінен биік болғанды. Ол ғылымның алтын діңгегіне айналды. Білімнің падишасы болған бұл тұлғаға әлем екінші ұстаз деген атақ берді. Ол ғаламның көкшиегі, ол ғалымдардың ғалымы, ол Әбу Насыр әл-Фараби.
Елін жаудан қорғауға қырғын батыр келді. Ел үшін, жер үшін, алғай! Бәлесін қараш. Бұл Әбу Насыр Мұхаммед, Ибн Мұхаммед Тархан, Ибн Узлах, Әл-Фараби, Әт-Түрки. Жай ғана Әбу Насыр десеңдер болды. Иә. Бұл Әбу Насыр Мұхаммед. Ол батыр Тархан әулетінің баһадыры Мұхаммед Ибн Узлахтың ұлы. Әбу Насыр әке жолын қуып, қолына қылыш ұстар батыр болуды армандап жүр. Бұл әрине жай ғана арман. Ол батыр болу үшін ұшқынын тауып алу керек. Ұшқын деген не дейсіздер ғой? Әр бала 8 жасына дейін ұшқынын тауып алу керек. Ол оның өмірлік серігі болып, кемеліне келген кезінде жекелік мүлкіне айналады. Мен ұшқынымды мал қорадан тауып алдым. Өскенде бақташы болам. Ой, сенікі жай ғой. Мен ұшқынымды базардан тауып алдым. Өскенде мықты саудагер болайын деп тұрмын бұйырса. Әбу Насыр, сен ұшқыныңды үйіңе тастап кеттің бе? Әлде тапқан жоқсың ба? Енді кәрі ұшқының қайда десеңдер бар ғой. Біріңді біріңе қосып көк ала қойдай қылам. Ойбай, қаштық! Әбу Насыр, әкең келді. Әкем келді? Әке! Ассаламағалейкум, әке. Уағалейкум ассалам балам. Ұшқыныңды таптың ба?